1986 жылғы желтоқсан оқиғасы шын мәнінде еліміздің тәуелсіздік, еркіндік жолындағы алғашқы өскіні еді. Бұл жас буыны қаттаған демократия мен сол кезеңде әлі де қуатты тұрған жүйенің тұңғыш рет бетпе-бет соқтығысуы еді. Желтоқсан оқиғасы қазақ топырағында ұлттық сананың намысы жетелеген жаңа әрі қайсар буынының келгенін әлемге паш етті. Ел бостандығы мен тәуелсіздігі жолында құрбан болғандардың қатарында Ербол Сыпатаев, Сәбира Мұхамеджанова, Кенжегүл Молданазарова, Қайрат Рысқұлбеков, Мырзақұл Әбдіқұлов, Түгелбай Тәшенов, Қайыргелді Күзембаев, Ләззат Асанова сынды ержүрек қазақ жастары болды. Апай, сізден мұндай сөз істейміз деп ойлаған жоқпыз. Қыздарды араластырмау керек еді. Қыздардың жолы жіңішке, ал бүгінгі ер азаматтардың еншісінде. Қазақтың қыздар еркектерінде көп ерлік жасаған. Жарайды, ендеше бәріміз бірге болайық. Кіргізіңдер! Отырыңыз, Бекеш. Осындай әдемі қыздан ұлтшыл шығады деп кім ойлаған? Есіңізге түсіріп көрініші. Брежнев ауылына сіздерді кім апарды? Плакаттарды кім жазды? Және Қайрат деген азаматты милицияның ұрғанын растап берсеңіз, сізді дәл қазір босатамыз. Мені қинамаңыз. Сіздің сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Халықтың бары ауылға бара жатқан соң бізде еріп бардық. Халықтың бәрі емес, қазақтар ғана. Мейлі, солай-ақ болсын. Бірақ қазақта халық екенін ұмытпаңыз. Ал Қайраттың милицияның қызметкерін ұрғанын көргенім жоқ. Жақсы, ештеңе білмейсің, айтпайсың. Әкетіңдер. Мына Қайратты сөйлетпесем, қалай болса да мойындату керек. Жақсы. Кіргізіңдер. Сен барлық шындығынды мойындамасаң, түрмеде шірейсің. Сенің қылмысың басқалардан ауыр. Тіпті ату жазасына кесілу мүмкін. Тірі қалғың келсең, барлығын өз мойнына ал. Білмеймін, мен еш нәрсе білмеймін. Студенттердің барлығы жиналып жатыр деген соң, барлығымыз сонда бардық. Ұлт намысы аяққа таптылды. Түсінесіз бе, ұлт намысы? Ұлт намысы дейді? Көрсетейін мен сан ұлт намысын. Отыр иттің баласы. Құтырайын дейін екенсіңдер. Айт жанның барында кім ұйымдастырған? Білмеймін, жазығымыз не? Жазығын үкіметке қарсы шықтым.
Милицияны ұрдың. Ұрғаным жоқ. Қазақта қыз балаға қол көтермейді. Қазақ! Қазақ! Қазақ деген сөзден қашан құтылар екенмін? Барлығы мойындата қол қой. Мойындамаймын, қол да қоймаймын. Мойындайсың. Содан соң сенің алтан анаша табылды. Жала! Бұларыңыз жала! Қаймана қазақ қымы үшін, қарусыз шықтым майданға, алыстан әскер алдырып, қырып салды алтабында өз ұлтының басшысы. Барлық ұлтпен тең болып. Тоқтатыңдар. Әкетіңдер. Мойындайсың иттің баласы. Ey dostlar, ey dostlar,